Адамның адамнан несі артық, ортада жүрген жүрісі артық. Аузынан шыққан бір ауыз сөзі артық, тәлімі бар тәрбиесі артық, саналы салихалы ойы артық, мейірімділікпен қарайтын көзі артық, кеңпейіл ақ көңіл жүрегі артық. Адамды адамнан ерекше, биік, құрметті етіп көрсететін қай қасиеті деп ойлайсыз? Атақ-даңқ, байлығы мен дүниесі адамның қасиетіне жатпайды, ол нәпсі. Адамнан адамды бөлек етіп көрсететін қасиеті мынау екен: адамгершілігі, мейірімділігі, қайырымдылығы, ақ ниеті мен сабырлылығы, шыдамдылығы мен кешірімділігі, жасаған жақсы амалдары мен сауапты істер екен. Нағыз жақсы адам жақсылармен жақсы қарым-қатынас жасап жүрген жан емес, жамандар жанын жаралап жүрсе де жақсылығынан жаңылмаған жан. Жақсы адамның шарапаты тиеді тар жерде, жаман адамның кесапаты тиеді әр жерде. Жақсы адамдар көп болсыншы, онсыз да қатыгездер бұл өмірде жетеді. Адамның жақсысы айналасындағы тілеулес жандарды өзіне қарай тартады. Адамның жаманы жанына жақын жандарды кеудесіне итеріп, өзінен алшақтатады. Адамның жақсысы істің байыбына бара біледі, ақ пен қараны айыра біледі. Адамның жаманы сөз тереді, сөз кереді, күнің түскенде табан астында өзгереді. Жақсыны да жаманды да жаратқан бір Алла ғой, дегенмен жақсының алды жарық, жаманның күні қарып екенін ұмытпаған дұрыс-ау. Жақсыларды жүрсеңдер жамандамай, өмір сүрер едік қой алаңдамай. Қадірі бар адамды ит қылатын, ит қорлы, қадірі жоқ адамдар-ай.